Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы пайдалы қазбалар жана ма? Кенді пайдалы қазбалар деген не? Бүгінгі сабақта жаңғыш пайдалы қазбалардың қалай пайда болатынын және олардың пайдасын түсінесіңдер. Кенді пайдалы қазбалардың қалай өндірілетінін білесіңдер. Балалар, мына суретте не бейнеленген? Иә, мұнай, газ, көмір бейнеленген. Бұл ресурстардың бір-бірінен қандай ерекшелігі бар? Дұрыс, балалар. Бұл ресурстардың басқа қазбалардан ерекшелігі мұнай, газ, көмір, жаңғыш пайдалы қазбалар. Көмір қандай зат? Зерттеп көрейік. Зерттеудің нәтижесін кесте түрінде көрсетейік. Түсі, иісі, ерігіштігі, жылтырлығы және қаттылығы. Көмірдің түсі қара және қара сұр болады. Көмірдің иісі жоқ. Ол суда ерімейді. Жылтыр және қатты. Сонымен көмір қара немесе қара сұр түсті, жылтыр, тас тәрізді қатты пайдалы қазба. Көмір миллиондаған жылдар бұрын бірінің үстіне бірі құлап, нығыздалған, шіріп, тас жынысқа айналған ежелгі орман ағаштарынан пайда болған. Көмірді отын ретінде пайдаланады. Көмірден лак, сыр, пластмасса, иіссу, дәрі-дәрмек жасайтын заттар алынады. Қарағанды, Екібастұз кен орындарында көмір өндіреді. Қарағандыда көмірді шахтадан қазып алады. Ал Екібастұзда ашық әдіспен карьерлерден қазып алады. Мұнайда көмір сияқты қара түсті, бірақ мұнай сұйық, қоймалжың зат. Ол теңіз бен мұхит астындағы тірі ағзалардың шіріген қалдықтарынан түзілген. Мұнайдан бензин, керосин, дизельді отын, парафин, синтетикалық талшықтар және де басқа көптеген бағалы заттар жасалады. Мұнай Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда облысындағы кен орындарынан өндіріледі. Еліміздегі ең ірі мұнай кен орны Қашаған кен орны. Ол 2000 жылы ашылған. Қашаған еліміздің батысында Атырау қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан. Ал газ көзге көрінбейді. Таза табиғи газдың иісі мен түсі болмайды. Табиғи газ мұнай кен орындарынан өндіріледі. Газ шығатын ірі кен орындары Қарашығанақ, Қашаған, теңіз кен орындары. Мұнай мен газдың мол қоры Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе және Батыс Қазақстан аймақтарында шоғырланған. Сонымен көмір, мұнай, газ үшеуі де жанады. Үшеуі де шөгінді тау жыныстарынан пайда болады. Енді мына суретке назар аударыңдар, балалар. Машина, ұшақ, трактор, үй жылытатын батарея, темір ыдыстар, алтын сағат. Бұл суреттегі заттар сендерге таныс, солай ғой, балалар? Олай болса, осы суреттегі денелер неден жасалған? Бұл заттарды жасау үшін қандай пайдалы қазбаларды пайдаланды деп ойлайсыңдар?
Иә балалар, бұл заттарды жасау үшін темірді, яғни металды пайдаланған. Оларды қандай қасиеті үшін пайдаланды? Иә, металл мықты, қатты, төзімді болғандықтан оны пайдаланған. Ал ыдысты жасауда металдың жылу өткізгіштігі, төзімділігі ескерілген. Сағатты жасағанда бағалылығы қарастырылған. Енді мына заттардың қасиеттерін ажыратып көрейік. Қаңылтыр қалбыр, темір шеге және сым. Бұл металдардың қандай қасиеттері болады? Қаңылтырдың түсі, қалыңдығы, қаттылығы, иілгіштігі қандай? Қаңылтыр ақшыл, темір шегенің түсі сұр, ал сымның түсі қызғылт, егер жез сым болса. Қаңылтырдың қалыңдығы жұқа, темір шегенің қалыңдығы қалың, ал сым жіңішке. Қаңылтырдың қаттылығы жұмсақ, темір шеге қатты, сым жұмсақ. Иілгіштігі қаңылтыр майысады, темір шеге иілмейді, сым иіледі. Егер жер қыртысындағы тау жыныстарының құрамында металл болса, онда оны кенді пайдалы қазба деп атайды. Кенді пайдалы қазбалар магмалық тау жыныстарынан пайда болады. Жер қыртысын құраушы минералдық бір тектес заттарды тау жынысы деп атайды. Жердің сыртқы қыртыс қабаттары көбінесе қатты тастардан тұрады. Сол үшін тау жыныстарын тастар деуге де болады. Олар тауда кездескендіктен тау жыныстары деп аталады. Егерде қандайда бір тау жыныстарының құрамында бірнеше металл бөлініп алынса, онда оны кенді полиметалл деп атайды. Ал кен дегеніміз пайдалы қазбалардың жер қойнауынан шығатын орны. Жерде пайдалы қазбалар өте көп. Бірақ кей жағдайда қазылып алынған кеннің құрамында металл кені ғана емес, бос тау жынысы да болады. Бос тау жыныстарына құм, саз жататын сендер білесіңдер. Енді кен қалай өндіріледі екен? Соған назар аударайық. Балалар, кенді топыраққа ұқсату мүмкін бе? Әрине, себебі металл табиғатта таза темір күйінде кездеспейді. Ол тау жынысының құрамында болғандықтан металлды кеннен бөліп алу үшін көптеген үдеріс жүреді. Кен өндіру орны өте үлкен болады, онда түрлі техника жұмыс жасайды. Қазып алынған кен зауыттарға жіберіледі. Онда кенді байытады, яғни кеннің құрамынан металдарды бөліп алады. Оны уатады, бос тау жыныстарынан тазалап жуады. Бұл кенді байыту деп аталады. Осы үдеріс кен байыту комбинатында жүреді. Осылайша байытылған кеннен бір немесе бірнеше металл алынады. Кейбір металлды алу үшін кенді арнайы домна пештерінде балқытады. Балқытылған металлды қандайда бір пішінге келтіру үшін арнайы қалыптарға құяды. Оны суығанша күтеді. Суығаннан кейін қажетті пішін қатып тұрады. Міне осылайша дайын өнім, мысалы балғаны жасап шығаруға болады. Сонымен бүгінгі сабақтан не білдік? Сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жанғыш пайдалы қазбалардың қалай пайда болатынын
және олардың пайдасын түсіндіңдер. Кенді пайдалы қазбалардың қалай өндірілетінін білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.